Так, ассалаумалейкум достар. Қалайсыздар? Бүгін бізде қаншасы? Бүгін 15 екен. 15-ші қаңтар. Көлігімізді қыздырып жатырмыз. Бүгін Яндекс емес, бір кісінің просьбасымен бір заттарды бір жерге апарамыз. Бірақ бүгін андай полный загрузка ойын деп тұр. Кәдімгідей потолок 450 килограмм. Так, что-то бізде түтініміз сәл-сәл қара сияқты ма? Багатить етіп тұр сөз. Подсос тартылып тұрғаннан кейін ба? Бірақ жарайды. Сол. Көптен бері жоғалып кеттік. Ойбай, мен ауырдым шыш. Ауырғанда патологын қойып ауырдым жігіттеріне. Демалысқа кетем дедім ғой. Сол демалысқа кеттік. Сояқта блок түсірдім. Ол блокты удалить етіп саным. Сонымен, короче, тыңғасың ғой. Сол. Қазір көреміз қанша не басамыз. 15 мешок сухой смесь басамыз. Тастақ базарына келдік, достар. Қазір осы жерден сухой смесь басамыз. Ротбонд тұр. Содан кейін бір жерге барып тағы 120-алық кафель басамыз. Сонымен қайтамыз. Салып әлі жалғастырудамыз, достар. Антенналар қалай тұрып кеткен. Шынағандай заттар бар ішінде. Сосын толықтырып қойып, аналар реттеу керек, қазір үстіне кафель түседі. Так, достар, мына жерде сұрақ жауап жазайық. 81 жылға пирожковозды тіркеуге бола ма Яндекске дейді. Яндекске енді оны білмеймін, братжан. Таксопаркпен сөйлесу керек. Бірақ Яндекстің өзінде определенный бір жылдар несі бар. Машинаның жылына қарап қабылдайды олар негізінде. Бортовой дұрыс па, или осындай кірті жақсы ма деген сұрақ жиі қойылады. Әркімге әрқалай, достар. Қалауыңа қарай ғой, короче. Қаласаң кірті ал, менікі сияқты. Қаламасаң не кірті. Қаламасаң вообще салон жоқ деп. Сұрақ жоқта, сұрақ жоқ. Жық. Сұрақ жауаптар жалғастырайық. Қазір тағы бір сұрақтар қарап көрейін. Грузовойда бір заказ қаншадан басталады дейді. 2500 теңге болады минимальный заказ. Кей жерде де қаланың ішінде бір зоналарда 2700 болады. Егер 2300-ге заказ апарсаңыз, Яндекс ар жағынан тағы да 200 теңге қосып береді. Сонымен 2700 теңге болады. Или математика дұрыс емес деп ше. Брат, жеке сөйлесейін деп еді. Инста нөмір бере аласың ба дейді. Менде бәрі каналдың жоғар жағында жазылып тұр. Инстаграм парақша, сол жерге тіркеліңдер, братан. Жазыңдар. Тіліңді түзе бала дейді. Ошым жігіттер. Біреудің мінін іздегенше дейді. Нелерің бар? Орысша сөйлейін ба? Қазақша сөйлейін ба? Мен қызым орысша сөйлегісі келеді шығар, қайдан білесің? Сөйлей берсін, кейін өсе келе үйренеді. Сендер де қатырасыңдар, кішкентай болды мен ерегесіп. Так, Жандос магазинге 2018-де товар беріп, адресін ұмытып қалып едім деген. Екен, ол қай көшеде айтайын ба, брат? Верхний Чапай жақта. Левитас деген ЖК-ның жанында орналасқан. Ал,
ертең барып қарыздарын. Или қарызын сұрайын ба, брат, ертең барып десең. Так, тағы да. Так, Каспийге ақша қалай қабылдады? Мен ақша наличка ма или Каспий ма? Адамдар қалай төлейді, сол туралы айтшы дейді. Қазір бәріміз білеміз ғой, Яндексте, Яндексте көріп, вообще Каспий Голд бойынша айына 100 перевод қана қабылдауға рұқсат, налоговойдың тексерісіне түспеу үшін. Менде ИП бар, сол ИП арқылы мен через QR кәдімгі магазиндегідей оплата қабылдай берем да. Ал неге түскен, Яндекс счетқа түскен ақшаны былай бір переводпен өзіңе аудара саласың. Сол. Так, ары қарай. Еще. Мына жерде көп ағайындарға рахмет. Сәттілік тілеп маған. Қолдау көрсетіп отқандарыңызға. Дамас кредитте ма дейді. Дамас кредитте. Дамасым менің кредитте, өзім жүрмін бір итте деп әңгіме жүрді. Кредиттің жартысын жауып үлгердім. 5% полный, то есть дым процентсіз өзінің бағасын жауып тастауға маған 24 ай уақыт беріледі. Так что осы 24-ші жылдың соңына дейін жауып тастасам, машинаның суммасын ғана жауам. Оған ешқандай штраф дым жоқ. Үйімді көрсеттім жігіттер, анау атыреген жігіттер біздің братваларға. В общем, неде тұрып қой, Ауэзваның бойында мынандай Керама Stone, Mramor Granite Onyx деген кафель сататын жер ғой. Сол жерден қазір тағы бір кафель басы болу керек. Сонымен апаратын жерге барамыз. Машинаға қазір общий салмақ бойынша 8 мүшек 25-тен 160. Десем. Математика істемей қалды, достар. 25-тен 8 мүшек. Тупой екенсің ғой, Дархан. 200. 50, 100. 150. 200. 200 килограмм. Плюс кішкене қатсап 250 килограмм басылып тұр қазір. Қазір кафельдердің де өз салмақтары нормально. Бір пачкасында, по-моему, 35-40 килограммдай салмақ бар. Сонымен жарты тонна салмақ басылады. Мен Дамасқа негіз 1,5 тонна басқым ең басында алған кезде. Өйткені өзім үйіме керек болды да. Керамогранитный 140 квадрат не алып келдім. 60 керамика, плитка. Соны, в общем, төмен жақтан көтеріп келем ғой машинамен ше. Ойлап едім, Дамастың белі қайырып кете ма деп. Жоқ. Бұрындайдың төмен жағында Эфес жақтан алып келдім үйге дейін. По-моему, сол жоғары қарай перге соңған 60 пен ше. Жан-жағын қарап қойсың, елдер таң қалып, Дамас мұрнын аспаған көтеріп алған чотам деген сияқты. Жалпы өздерің қалайсыңдар жігіттер? Лайк басуды ұмытпаймыз, е? Бүгін общение, пішене деген сияқты шай қойып әңгіме айтып. Біздің дәстүрді ұмытып кетіп, комментарийға ивынқы деп жазып қояйық. Ауырып кеше сәл-сәл нормально болып, бүгін вообще нормально болып кеткен. Сонымен достар, мен шештім. Салауатты өмір салтын ұстанам. Темекіні тастайым.
өзім тастаймыз. Темекі жаман әдеттерін бәрін қойып, салмақтыға кішкене сәл түсіру керек болып тұр, өйткені тіземен проблема болып отыр. Салмағым қазір 120, бойым 170, даусым Назарбаевтікі депше. Сол Джекичандар, аман болыңдар. Полный загрузка отыр, достар. Өшін достар, бұпан болды, бұпан, ақша, жаттым кәмді. Ассаламу алейкум опру. Чотам, деш? Ал. Қазір бір заттарымыз алып келеді. Соны алып алайық, сонымен кетеміз. Мені саған. Дамастың күші көреміз кез. Так. Тигр, братан. Короче, бітірдік. Бітірдік болғанда, бітірді. Түсіріп болды бәрін. Оны Райымбек пен Назарбаев даңғылын қиылысқан жерінде, метроның артында жаңа ЖК салынып отыр. Сол жерге алып келдік. Жаңа заттарымызды. Все, бізге соның бәріне 13 мың теңге берілді. Сонымен қазір үйге қайтайық. Тағы баратын жерлер бар. Осындай қып-қысқа видеоролик болып қалуы мүмкін. Қаупі бар де, өзіңі жаңа жүрді. Жоқ. Тағы түсіреміз әлі. Шошки. Так, сол, не айтайын біз? Қазір больницаға жолуға керек, қайтаны машина апарып ауыстырып алайын. Больницаға барып, «Чотам, Джекичан» деп сұрау керек. Сонымен әрі қарай бірдеке болып жатса түсіреміз, достар.